Осы мен қыздарға сұрақ қойғым келеді да. Осы сіздер ер адамның ұлдығына қалай қарайсыңдар? Ер адамның ұлдығы болу сіздерге маңызды ма? Иә, енді кезінде жас болдық, білмедік, қыздармен кездестік. Олар бізді алдады, арбады, сөйтіп ұлдығымызды алып қойды. Ондай жігіттер көп өте. Енді біз ол кезде білмедік қой, ол бізді алдайтынды. Айтып тұр, ол қыз өзі айтты, сен үшін сүйем, күйем сені, сен жақсы көрем, саған үйленем деп айтты. Біз сезімге беріліп, сөйтіп ұлдығымызды қызға беріп қойдық. Енді біз бұл жерде қайтеміз енді. Не үшін сіздер сөйтіп бөлесіңдер, жігіттің ұлдығы бар, ұлдығы жоқ деп? Біз не, сонда ұлдығымыз жоқ болса, сонда біз екінші сорттағы адамбыз ба? Осы сұраққа жауап беріңіздерші, қадірменді қыздар қауымы. Сіз ұлдығы жоқ жігітке тұрмысқа шығар ма едіңіз?